Түркістан қаласы Бейімбет Майлин көшесінде 15-3 ай 2022 жылы сағат 23:00-23:40 шамасында Mercedes 899 нөмірлі машина Hyundai Tucson 504 нөмірлі көлікке соқтығысады. Нәтижесінде 3 әйел адам қатты жарақат алды. Қарсы беттен келген 899 нөмірлі Mercedes-Benz көлігінің жүргізушісі көлік нөмірін шешіп оқиға орнынан қашып кеткен. Бір сағатқа қалмай Mercedes-Benz 899 нөмірлі көлік жүргізушісін ауыстырып үлгереді. Алдында да адам болған ау деймін. Ал ой сынып кеткен ғой. Басын. Бергеш інім. Водитель. Бергеш. Бассал ғой. Нақышы қанған ғой сен, қай жеріңған, не айтып тұрсың сен? Қазіргі таңда толық бір апта уақыт өткенімен сараптама тағайындалмаған. Дәрігерлер зардап шеккендерге 3 күн өткеннен кейін ғана УЗИ сараптамасын тағайындапты. Аурухана төсегінде таңылғандар іс бұрмаланып кетеді ме деп қорқады. Жаңа видео түсіріп бауыр. Ну, доказательство ол. Не доказательство керек саған? 20 адам тұр ғой. Болды. Мен саған кедергі жасап жатқан жоқпын, Марат. Өзім үшін. Мен түсірмеймін. Болды, сен түсіріп жатқан жоқпын. Мына жаққа түсіріп жатырмын мен. Сен түсірмеймін, братан. Бір кісілер келіп араласып жатыр, таныстары. Мына жақта. Таныстар келіп араласып жатыр. Мен оның қатысы жоқ, жол патрульдік полициясы дейді. Ол араласып жатыр, оның ешқандай қатысы жоқ. Мына келіп араласып жатыр, өз жақтарына қарай тартып жатыр.